Армысыздар сендерге мен Нұрали. Бүгін біз деген күшті блоктардың екінші бөлім түсіретін боламыз. Бұл жақта бірінші блок ол қандай блок? Неизвестен деген блок. Бұның сырты жерге ұқсайды, бірақ бір жазулы тұрады. Ал екінші ол қызыл түсті забор. Бұл неге күшті екенін білмеймін, бірақ бұл күшті блоктардың қатарында жатады. Екінші ол мынандай свет. Міне, ол светтің бір қасиеті бар, қараңыздар. Қайдан жерге отырсаңыз, осын жазыңыздар. Қараңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15-ке шейін апарасыздар. Сосын мынандай, 16-ға барсаңдар, ол жоқ болып кетеді. Жетміш қалатын сияқты. Ал төртіншісі бұл пазл блокқа ұқсайды, бірақ бұмен кейбіреулер үй жасайды. Қараңыздар, мен қозғайта аламын. Күшті ғой бұл деген. Мына төрт бұрыш. Неге білмеймін, бірақ әдемі, бұда үй жасауға болады. Бірақ мен деген достар қалай үй жасайтынын білмеймін. Ал бесінші ол мынандай лассировни компас. Ол бірақ бұл компастың аты былай жазылып тұр, достар. Магнетитовый компас. Ескі компас ба, білмеймін. Ал мынау қатты блок. Ішіне блок қойып сынысаңыздар выживаниеде, ол дымда сынбайтын болады. Бұл блоктардың бәрін қалай көрсететін мен сіздерге көрсете алмаймын. Өйткені бүгін деген мен деген көрсете алмаймын сіздерге бір блоктан қалай жасайтын. Мен бұлардың бәрін қаяқта көргенім айтпаймын. Ютубтан көрген жоқпын. Өзім жазып шығардым. Бірақ жазған ұмытқан. Келесіде мен сіздерге көрсететін болам. Сіздер лайк басыңыздар, арнаға жазыңыздар. Просмотр көбейсе мен одан келесіде бұдан да күшті блокты шығаратын болам. Лайк басыңыздар. Көп лайк пен көп просмотр жинаса, үшінші бөліммен түсіретін болам. Бірінші бөлімде мен деген атын жазуым кетпін. 9 декабрьде жазып қойыппын. Кешіріңіздер. Сіздермен болған мен Нұрали. Арнаға жазып лайк басып, подписашка басып, 14-тен 21-ге шейін жеткізіп, просмотр көбейсін. Сіздермен бірге мен Нұрали. Пока-пока, чао.